Сәлем баршаңызға, арнамда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, дастарханыңыздың сәнін ашатын, құрамы өте қолжетімді, бар болғаны 2 заттан тұратын корей салатының жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Видеомды міндетті түрде соңына дейін қарап, арнама тіркеліп, қазақша контенттің дамуына аз да болса өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Ол мен үшін өте маңызды. Ендеше осындай өте дәмді, керемет салатымызды бірге әзірлейік. Ең алдымен жуып тазартып алған қиярларымызды дәл видеодағыдай етіп майда бөліктерге соломка пішінде бөліп алатын боламыз. Неге қиярларымызды бөліп алдық, енді сәбіздерімізді зетерканың көмегімен соломка етіп өткізіп алатын боламыз. Рецептінің толық құрамын төменгі описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасай берсеңіздер болады. Неге сәбіздерімізді де өткізіп болдық. Енді сарымсақтарымызды да үккіштің көмегімен өткізіп алатын боламыз. Достар, менің арнамда көптеген қолжетімді заттармен жасалынатын пирогтар, тіске басарлар, салаттар және де түрлі тағамдардың рецептілері бар. Арнамды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңыраушаның белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Неге сарымсақтарымызды да өткізіп болдық. Енді дәмдеуіштерімізді қосатын боламыз. Осындай для морковка арналған приправасын салатын боламыз. Және де аздап кристаллигімізді салып жібереміз. Содан соң қызып тұрған майымызға паприкамыз бен қызыл бұрышымызды салып қыздырып алып, оны да салатымыздың үстінен құятын боламыз. Және де дәміне қарай аздап тұзымызды саламыз. Бір ас қасыққа жетпестей сірке қышқылын да құйып жібереміз. Өз қалауларыңызша соя соусын қоссаңыздар да болады. 2 ас қасық. Мен ондай соус қоспадым. Енді барлығын араластырып, салатымызды кемі 2-3 сағатқа тоңазытқышқа қалдыратын боламыз. Сол кезде біздің барлық дәмдеуіштеріміз салатымызға сіңіп, салатымыздың дәмі одан сайын керемет бола түседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет дәмді салаттардың бірі. Енді дайын болған салатымызды тәрелкемізге салып, өз қалауыңызша безендіріп, дастарханға ұсына берсеңіз болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Достар, видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Ариана. Видеом ұнаса міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, және де арнамда жаңа көрермен болсаңыз тіркеліп, жанында тұрған қоңыраушаның белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.